Не жұмыс, Иван тоқтатып, себепсіз не үшін тоқтатып жүрсің? Кім рұқсат берді сендерге машина тоқтатуға? ОПМ болып отыр ғой. ОПМ? Қағазың бар ма? Көрсетші. ОПМның қағазын братан. Қағаз болмайды қазір. Қағаз болмайды? 102 звондап білесіз. 102 звондап, міне ішкі істер министрі қарамаңыз. Сен себепсіз машина тоқтату керегін білмейсің ба? Өзің танысыршы. Байсымбек Ислам Жайдар. Удастырын көрсетші. Көрсетейін. Иә, жетоныңда жоқ қой сенің. Кім болып істейсің сен? Жоқ бізде брат. Жетон жоқ па? Міне ішкі істер министрі қарамаңыз. Жетоны жоқ. Жетон алып жүру міндеттісің сен. Білесің ба оны? Қайда жетон берілмеді ма? Начальница бермеді ма сендерге? Не себептен тоқтаттың Иван? ОПМ болып отыр. ОПМ? ОПМ деген жоқ деймін. Қағазың бар ма? ОПМ-да? 102-ден звондап білесіздер брат. 102 звондап білу деген әңгіме жоқ. Ондай заңды қаяқтан шығарып аласың сендер? Өздерің ойларың келген шығарып аласыңдар ғой деймін. Міне қарап ішкі істер министрі. Қараңыз. Так, соқып Байсымбек алайық. Ислам Жайдарович. Қана оның қағазы не? Времени ма не? Әлі удостоверение берілген жоқ бізге. Жаңадан кіргенсің ба жұмысқа? Анықтама дейді. Бейсенбек, Ислам. Байсенбек. Көрінбей жатыр ғой қараңғы. Байсенбек. Не дір-дір етесіз қолың? Қаурап тұр ма содан? Аяң кроссовка киіп алыпсың. Қолыңда. Полициядан. Доводын берген. Доводын берген полиция ма? Қайдан білдің кроссовка сияқты. Сен не себептен тоқтатып жүрсің трассадан ортаға шығып? Бұнау республиканың жолы ғой білесің ба сен? Жоқ, республиканың жолы ғой білесің ба сен? Республиканың трассаға кім тоқтат дейді саған? Айтшы, кім тоқтат дейді сендерге? Кім болып істейсің сен, айтшы? Патрульдік полиция, томный инспекторы. Патрульдік полиция? Аха. Жоқ, республиканский трасса кім тоқтат дейді саған, айтшы? Республиканский трасса ғой бұл. Аха. Кім тоқтат дейді? Білесің ба қандай трасса екен? Қандай трасса? Жоқ, саған қойып отыр ғой сұрақ, сен маған емес, мен саған қойып отырмын. Сен ғой қызметкер тоқтатып жүрген бұл жерде, мен емес қой. Республикалық трасса братан. Иә, республикалық трасса. Айта бер, не себептен тоқтатып, сен республикалық трасса шығып кеттің, айтшы. Братан. Айтшы, республикалық трасса нең бар сен? Сол үшін. Тексеріс болып отыр. Құжаттарын тексеріп жатырмын аха. Құжаттар жоқ бәрін. Білем ғой сендер не үшін тоқтатып жүргендеріңді? Не үшін тоқтатып жүрміз? Айтыңызшы, сіз айтыңыз. Жоқ, не үшін тоқтаттың? Иә, мен айтам қазір видеосын көрсетемін саған, не үшін тоқтатып жүргеніңді сен. Айтсаңызшы. Жоқ, не мақсаттың тоқтаттың сен бұны, Иван, айтшы. Документін тексеру үшін тоқтаттым. Документтік кез келген көлік тоқтат деді ма саған министр? Жетоныңда жоқ қой сен. Жетоныңда жоқ қой. Жетон қой, білесіз бе қандай болады сөзі? Қандай болады? Қандай болады? Көрсет, мен саған көрсет, міндетті емессің. Ол мен де сізге міндетті емеспін. Иә, міндетті емессің. Қазір мен сіздің арыз жазамын, түсіндің ба? Жаза беріңіз, смело. Ол сіздің құзыретіңіз. Сен қаяқтан қалай сөйлейсің, смело, сындай мұндайды. Кім берді саған жезлді? Кім берді саған қолыңа жезлді? Кім рұқсат берді? Жоқ, кім берді рұқсат берді? Жоқ, кім берді саған рұқсат берді, жезлін тоқтат деп? Пост емес қой бұл саған? Пост емес қой саған? Қалымен қолмен тоқтата беремін бе бүйтіп айтсаңшы маған. Жоқ, кім берді саған жезл рұқсат? Кім берді, айтшы? Министр берді ма? Айтса сен кім берген саған рұқсат? Айтса. Міне Қазақстан қарабан ішкі істер министрі. Мен сен братаң емеспін. Жөндеп сөйле, мен сен братаң емеспін. Енді кім? Түсініп сөйле. Мен Қазақстан азаматымын, Ерлан мен есімім. Мен сен братаң емес, мен сен сияқты бір очкам жоқ. Есіңде болсын. Братан деп басқа біреуге айтасың сен. Болды. Түсіндің ба? Ерлан дедіңіз ба? Иә, Ерлан есімім. Мен қазақпын, тағы да айтамын саған. Орысша сөйлемес, түсіндің? Мен қазақпын. Мен сен қазақша обращаться етіп отырмын ғой, сөйлеп отырмын ғой, дұрыс па? Қазақ сөйлеп отырмын мен саған. Қарасаңызшы. Иә. Братаның емеспін мен саған, тағы да айтамын. Ерлан, мақұл. Иә, Ерлан деп атымды айтып тұрмын ғой. Болды, хорошо. Иә. Қанша рет айтайын саған? Ерлан мен есімде. 10 рет қайталасаңшы сол кезде Иә, міне қаравандар. Осындай сатырын қалаласында жұмысқа, міне ішкі істер министрі қаравандар. Иә. Республиканың трассаға не үшін кім рұқсат берді? Жоқ, не үшін себепсіз тоқтатып жүрсің? Мен жұмысыма кедергі келтіріп тұр сізге. Кедергі деген не ол? Кедергі келтіріп тұр. Жоқ, кедергі деген не? Айтсаңшы. Не үшін мені түсіріп отырсыз, айтыңызшы Түсірім. маған. Ау. Не үшін мені түсіріп отырсыз? Сен жұмыс уақытысында жүрсің, түсін ба? Жұмыс уақытысында жүрсің ба? Түсіндіңіз ба? Анау мынау сіз деп сөйлесеңізші. Сен мен бәленбай жас кішісің. Мен сіз деп сөйлеймін, сен деп сөйлеймін, өзім білемін. Өзіңіз білмейсіз. Өзім білесің. Бар оқып ал сен конституцияны, түсін ба? Мен сен деп сөйлеймін, сіз деп сөйлеймін, өзім білемін. Ол қай конституция, қай бабында жазылып тұр, айтыңызшы. Жазылып тұр, оқы сен оқымасаң. Жұмысқа жаңадан кіріп алыпсың. Мен сен братаң емеспін, мен саған тағы да айтамын. Мен сен братаң емеспін, видеодан көресің тағы да. Мен сен братаң емес, мен сен сияқты бір очкам жоқ деймін саған айтамын. Мен де сізге сіз деп обращаться етіп тұрмын. Сен мемлекет қызметкерсің, сен түсін ба? Халық сені ақша төлейді, саған республика трассаға шық деген жоқ ешкім саған, түсін ба? Тағы да айтамын, сен республикаға шық деген жоқ, комиссиясын арыз жазамын. Мен де сізден жазамын. Жаза бер, қайқа жазың, шығады сенің арызың, түсін ба? Тағы да бір арыз шықты ғой мынаяқтан. Болды, жазыңыз. Не болып шықтың республиканың трассаға, айтшы.
ОПМ болып жатыр аға. ОПМ қағазың бар ма? Қауіпсіз жол. 102-ден звондап барып сұрайсыздар. Қазір Жоқ, қағаз берілді. ондай жоқ, қазір сұраймыз. Соның бәрін біліп алып, содан кейін бірақ айтсаңыз болады. Шақырып сұраймыз. Мін қарауына қазақ ел. Қолымда жезл. Бұл ровдыға барсаңыз, сояқтан қолымда жезл еще қараң. Осылай жүр. Қараңдар. Бүткіл Қазақстан караваны, ішкі істер министрінен жоғарыда отқандар каравандар. Осындай сотрудниктер қалай алады? Брат дейді. Сөйлеген сөздер осындай. Сіз деп сөйлесеңіз кішкене. Маған ақыл айтпасын. Мен өзім білем қалай сөйлейтін, түсін ба? Өзім білем. Мен саған артық бірнәрсе айтып отқан жоқпын. Жұмысыңа кедергі деген не? Айтсашы кедергі деген. Кедергі деген не? Машина тоқтатып тексеріп жатыр мен. Қайсы тексеріп жатсың сен? Қазір тұрма, машина тұрма, не жақта? Мүмкін біреу правосы айдап жүрген шығар. Қайсы тексеріп жатқан бар ма? Тексеріп жатсың ба сен? Кетіп қалды ғой бәрі. Сіз кеп камерамен түсіріп отырсыз. Иә, түсіріп жатырмын. Иә. Участковый бәрін жиналып алып дейсің ғой. Қай участковый? Қай участковый? Көреді ғой қазір камерадан. Участковый қазір. Көріп жатыр ғой қазір. Участковый. Көрсетіңізші маған участковый. Сен кіммен бірге жұмыс істеп жүргенін білмейсің ғой деймін. Көрсетсеңізші маған. Иә, қазір көреді ғой, видеода бәрі бар ғой. Көрсетсеңізші. Иә, регистраторда бар, кім түсірген, кім қандай машина тұрғанын бәрін. Все жақсы, аман бол. Жөндеп жұмысын дұрыстап атқар. Все жақсы аға. Кәсіптің ар жазам. Уважение сөйлеп, мен саған естедім. Мен саған орыс емеспін, тағы да айтамын. Мен саған орыс емеспін, мен саған айтамын, қазақпын мен. Сен қазақсың ба өзің? Иә. Мен қазақпын. Қазақпын, жөндеп сөйле, қазақша сөйле. Көрсетейін ба енді? Қалай сөйлейсің сен? ДНК, МНК, мен саған ДНК тапсыр дедім ба не? Не салғыласып сен? Сен салғыласып, не қалай сөйлейсің? Сен сотрудниксің. Бүткіл халық сенің үлгі өзіне тұтады. Мынандай сотрудникті қалай үлгі аласың? Бірінші деп. Бірінші деп. Давай өзің көресің, қазір мен сенің үстіңе арыз жазамын. Давай, сау бол, аман бол. Мені ішкі істер министрі өзіңіз білесіз. Қарабаңыз. Осындай сотрудниктер. Республиканский трассаға шығып, міне, осылай жұмыс істеп жүрсіз. Осылай. Ол салып жіберіңіз енді. Салып жіберем. Міне, қарабаңыз, машинасы осы. Мынау республиканский трасса мынау бізде. Республиканский трасса андаспай мост, республиканский трассаға шығып, беймарал мынау. Кім көрінген тоқтатып мына жерде. Құжаттарың дейді. Не ОПМ қағазы жоқ қолымда. 102-ге звондап біліңіз дейді. Қарабаңыздар. Қазір көресіз.